Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін біз биылғы хит торттардың бірі шоколадты балды тортты әзірлейміз. Бұл торт өте оңай әзірленеді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Май мен балды водяной баняда ерітеміз. Қайнатып жатқан қоспамыздың түсі қоңырқай болып өзгерген кезде ас содасын қосамыз. Сол кезде бізде реакция жүріп, қоспамыз көпіре бастайды. Үнемі араластырып тұру керек. Қоспамыздың түсі қайтадан қоңырқай болып өзгере бастағаны, ол біздің қоспамыз дайын екенін білдіреді. Сондықтан оны басқа ыдысқа құйып, суыту қажет. Енді жұмыртқамызға қантты және шымшым тұзды қосып, массамыз ағарып ұлғайғанша миксерлеу қажет. Суыған бал мен майдың массасына миксерленген массаны қосып, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластыру керек. Барлығы біркелкі болғанша. Какаомызды електен өткіземіз. Енді қамыр илейміз. Артық ұнның қосудың қажеті жоқ. Қамырымызды пищевой пленкаға орап, 20 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыздың массасын өлшеп, оны 7 бірдей бөлікке бөлеміз. Пергамент қағазының үстіне қамырымызды жайып, оның диаметрін 24 см қылып кесіп аламыз. Енді шанышқымен тесіп өтеміз.
Корждарды духовкада 180 градуста 4-5 минут пісіріп аламыз. Енді әр коржды 22 диаметр етіп кесеміз. Кремін әзірлей бастаймыз. Қаймаққа қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Басқа ыдысқа кілегейімізді құйып, оны миксерлейміз. Қаймақ пен кілегейімізді қосып араластырамыз. Сосын бір ас қасық балды қосып, бір келкі болғанша араластырып шығамыз. Ганаш әзірлейміз. Шоколад пен кілегейді қосып, микроволновый печте 1 минут ысытып аламыз. Сосын қоспаны жақсылап араластырамыз, бір келкі маса болғанша. Енді тортымызды жинаймыз. Коржымыздың бетіне 2-3 қасық кремімізден салып, жақсылап жағып өтеміз. Сосын келесі коржды салып, оның бетіне шоколадты ганашты жағамыз. Сосын тағы да крем жағып, сөйтіп кезек етіп тортымыз жинап шығамыз. Тортымыз жылы жерде 1 сағат тұру қажет. Енді кальцоны шешіп, қалған кесінділерден жасаған ұнтақты торттың бетіне сеуіп шығамыз. Енді торттың бетін әрлеу әдісін көрсетейін.
Мінекей достар, біздің шоколадты балды тортымыз дайын болды. Бұл торт өте дәмді, өте нәзік және өте жұмсақ. Бұл тортты әзірлеп көріңіздер. Бала шағаңызға және қонақтарыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қоңыраушыны басып қойыңыздар, келесі рецепті жіберіп алмас үшін. Күндеріңіз сәтті өтсін.